11-ші есеп. 11-ші есепте балалар мына біреу. Міне қатынасты берген. Осы қатынастағы д мен с-ның мәнін тап дейді. Онда алдымен 10-ның д-ға қатынасы тең болады 5-тің 7-ге қатынасы деген бөлігін бөлек алайын. Бөлек алайым да, осы жерден д-ны таба қоям, д 14 шығады. Ал екінші рет с-ның 56-ға қатынасын 5-тің 7-ге қатынасына тең деп алам. Содан с-ны таба қойсам 40 шығады, жауабы д болады. 12-ші есепте пропорциядағы белгісіз, яғни б-ны тап деген. Б деген міне жүрміне. 1,2 б деген. Олай болса, бұны 4,8 бен 6,3-тен 2-ні көбейттіндісін бөлемін 1,9-дан 7 мен 1,10-нан 2-ні көбейтіндісіне. Енді бұны есептеу 5-ші сыныптың мазмұнына сәйкес келеді, оны жақсы білесіздер. Жауап 15 шығады. Д.